Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кекс дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқа, 250 грамм қант, 1 шағын пакетик ванильді қант қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеріңіз болу міндетті емес, венчикпен де былғауға болады. Енді ертілген 200 грамм сары май құямыз. «250 грамм айран қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 400 грамм ұнға 2 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Араластырамыз. Ұнды қосып, қамырды былғаймыз. Міне сіздерде осындай консистенция шығу керек, қою болу керек. Енді формаға саламыз. Духовкамызды жағып қоямыз алдын ала. Қыза берсін. Міне кекстарымызды формаға саламыз. Салып болғаннан кейін жаңа қызып тұрған духовкаға жібереміз. Міне кекстарымыз осындай болып пісіп шықты. Сахарный пудра себулеріңізге болады, немесе ештеңе сеппесеңіз де болады. Міне кекстарымыз осындай жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.